Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Жұмағұл Фарида. 10-шы сыныпқа дейін Жаңарқа ауданы Шабдин Ералиев ауылы Оспан Әлбаев мектебінде білім алдым. Ал қазіргі таңда Көкшетаудың төріндегі Айқанат High School of Бурабайдың 11-ші сынып оқушысы болып табыламын. Жалпы мен Айқанатқа қалай келдім? 8-ші сыныпты тәмамдағаннан кейін бойымдағы қорқынышпен жалғыз алыса алмайтынымды түсіндім. Қала балаларының арасында көлеңке болып қалдым деген секілді стигмалар менің жігерімді мұқатып жіберді. Кенеттен Айқанат қоры жайында естіп, бойымдағы таптаурындардан арылғандай болдым. Қор туралы терең ізденістен кейін, оның ауыл балаларына беретін мүмкіндіктерін көргеннен кейін олимпиадаға қарқынды дайындығымды бастадым. Шыны керек, басында қорқыныш болды әрине. Себебі ауданнан тек 4 балаға ғана 3-ші турға баруға мүмкіндік берілді. Мен сол 4 баланың арасына кіре аламын ба деп қорықтым, себебі өзімнің дәрежемді аудан балаларының дәрежесімен теңестіре алмадым. Бірақ оған қарамай дайындығымды күшейте түстім. Сол кезде маған қолдау білдіріп, қолыма барлық қажетті ресурстарды берген ағылшын тілі мұғалімі Бәтима мұғалімге сенің қолыңнан келеді деп мені сендіре білген қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Клара мұғалімге шексіз алғысымды айтамын. Негізі адам қаласа, оның қолынан бәрі келеді екен. Осы қарқынмен, осы жолмен Айқанат олимпиадасының жеңімпазы атандым, мектепке шақырту алдым. Әрине, тағы да қорқыныш болды. Бұл мектептің оқыту деңгейіне ілесе аламын ба? Әр жақтан келген балалармен тіл табыса аламын ба деген сияқты ойлар болды. Бірақ бар күшімді қолыма жинап, батыл екенімді есіме алып, осында бірақ тарттым. Негізі Айқанатқа келгеніме қатты қуанамын. Мен осы жерде бір қараңғыдан жарыққа тап болғанды сезіндім. Айқанат маған өмірдің мәнін, не үшін бұның бәрі керек екенін түсіндіргендей болды. Сонымен қатар бұрынғы Фарида мен қазіргі Фариданың арасы жер мен көктей. Қазіргі мен белгілі бір мақсатқа қарай әрекет етудемін. Уақыттың тапшылығын ескере отырып, мақсатыма жоспарлы түрде қадамдаудамын. Сонымен қатар Айқанат маған жаңа орта сыйлады. Бір келбеттегі, бір сезімдегі, бір мақсаттағы, бір бақыттағы адамдармен бірге тұрудамын. Оларды күнде көремін, олардың ісінен, олардың сөзінен, олардың ойынан шабыт аламын. Мені алға итеруші солар болып қалмақ. Соның ішінде өзімнің ұстаздарымды, ордаластарымды және сыныптастарымды айтып кетсем болады. Сонымен қатар, өздеріңіз білетіндей, Бурабайдың табиғаты да бір керемет қой. Жаңағы сабақтан шаршап шыққанда ойлайсың да, неге сонша қиналып жүрмін, маған бұның бәрі не керек деп ойлайсыз ғой. Сол кезде жаңағы биік-биік шыңға қарайсың, мына тура жанымыздағы Шученің жағасында барып отырып ойланасың. Осындай табиғатта оқу бұйыртқан кезде неге оқып қалмасқа деген сияқты ой болады. Айқанат маған бәрін берді, жаңа достарды берді, жаңа ортаны берді, үлкен мүмкіндік ашты. Адами тұрғыда дамуға үлкен қол ұшын созды. Мен сол үшін Айқанатқа шексіз алғыс білдірем. Бізге көмек көрсеткен секілді, Айқанат түлектері біз де болашақта ауыл балаларын қолымыздан келгенше қолдаймыз. Әр мектеп түлегі ең болмаса бір баланы осы мектепте оқытуға ант береді. Және сол антты орындайды. Енді саған айтқым келеді болашақ Айқанаттық. Еш нәрседен қорықпа. Адам істей алғанды адам істей алады. Өзіңді төмен бағалама. Егер қарқынды дайындықпен Айқанаттың өзі ұсынған видеоларын қарап, интернеттегі тегін ақпараттарды пайдалана біліп өзіңе дайындықты күшейтсең, сенің қолыңнан бәрі келеді. Бұл Айқанат сан мың арманды орындаған және орындай беретін бақыттың мекені деп айтсам болады.
сәттілік, удачи, good luck.